Бірінші шілдеден бастап темекі өнімдерін ашық сөреден сатуға тыйым салынды. Алайда кәсіпкерлер жаңа заң көрсетілер қысымды арттырғанын айтады. Тіпті тұтынушының таңдау үшін бірер минутқа сөрені ашқан үшін айыппұл арқалағандар да бар. Толығырақ Аян Алматылы тарқатады. Бірінші шілдеден бастап сөрелерде темекі өнімдерін қоюға тыйым салынды. Бұл заң темекі шегумен күреске бағытталған. Яғни темекіні сатып алатындардың 80%-ы сөреден көрген кезде қызығып алады екен. Бүгін күні дүкендер темекінің бетін жауып сатуда. Алайда сатушылар кей уақытта сатып алушылар темекінің атауын білмей, тек түр-түсін ғана біледі. Сондай кезде ашып көрсетуге мәжбүрміз дейді. Алайда мұндай қадам үшін айыппұл арқалауы ғажап емес. Девочка пока принимает сигареты. Сатушы темекі өнімдерін қабылдаған уақытта қандай түрлері бар жоғын білу үшін сөрені ашады. Сол уақытта фотоға түсіріп, кәсіпкерге айыппұл салу мүмкін. Бұндай талаптар дұрыс емес деп біз ойлаймыз өз тарапымыздан. Мысалы, неге дейсіз? Өйткені мысалы, егер де темекіні сондай шектеу қойса, неге ішімдікке сондай шектеу салынбайды? Ішімдік мысалы ашық түрде сатылып тұр ғой. Түсініксіз. Сауда орындарының иелері 175 мың теңге, ірі кәсіпкерлік нысандарға 1,3 миллион айыппұл салынуы мүмкін. Оқиға екінші мәрте қайталанса 1,9 миллион теңгеге дейін жетуі мүмкін. Бұл жайт ұсақ дүкендердің жабылуына әкеліп соғады. Онсыз да бүгінгі карантин кезінде олар әрең жұмыс істеп отыр. Олар өздерінің пікірін дәлелдеп шыға алмайды. Дәлелдеген күннің өзінде уақыт пен үлкен шығынға батады. Мен осы мәселелерді өз көзімен көріп, әрі қарай осы бағытта жұмыс істеу үшін келдім. Полиция қызметкерлері аталмыш жайтпен келіспейді. Жақын уақытта жауап қатуға сөз берді. Аян Алматылы, Шалқар Алтынбеков, Данил Заславский, 5-ші арна.